Hello children, how is it going? Now let's start today's lesson, Module 1. You open your book on pages 8 and 9. Қайырлы күн балалар, кітабымыздың 8-9 бетін ашамыз. Сол беттегі бүкіл жаттығуларды менімен бірге орындап шығыңыздар. Now let's start. Exercise 10, listen and read. Тыңдаймыз және оқимыз. Hey Lily, hey Daisy, are you staying in? You usually go out on Saturday. I'm not sure, you're just reading some magazines. Сәлем Лили, сәлем Дейзи. Сен қаласың ба? Біз әдетте сенбі күні сыртқа шығамыз. Мен сенімді емеспін. Мен біраз газет-журналдар оқып жатырмын. Daisy, what are you doing, Liam? Oh, I'm sending a text message to Jake. That's funny, he's not answering. He always answers straight away. Не істеп жатырсың, Лиам? Мен Джейкқа хат жіберіп жатырмын. Қызық, ол жауап бермей жатыр. Ол әдетте әрқашан бірден тез жауап беретін. Lily, give me a drink at home then. Liam, hi Jake, it's me, Liam. Hold on, Liam, I'm just putting you on speakerphone. What are you doing? I'm practicing my new hobby. New hobby? Jake, what's all that noise, Jake? Лили айтады. Содан кейін үйге шақыр дейді. Сәлем, Джейк, мен Лиам. Тоқтай тұр дейді. Ұстай тұр деген, мен қазір динамикке қоямын. Не істеп жатырсың? Мен жаңа хоббиімға практика жасап жатырмын. Жаңа хобби, Джейк, неге барлығы қатты шу болып жатыр, Джейк деп жатыр, Daisy, what's wrong, Liam? Liam, I don't know, but I'm going round to Jake's house. Wait for us, we're coming with you. Не болды, Liam? Немесе бір нәрсе дұрыс емес па, Liam деген секілді. Білмеймін. Бірақ мен Джейктің үйіне бара жатырмын. Бізді күт, біз сенімен бірге барамыз. Is that your new hobby? No, my new hobby is juggling, but I'm not very good at it. Never mind, doing jigsaw puzzles is a good hobby too. Мынау сенің жаңа хоббиің ба? Жоқ, менің хоббиім жонглерлік, Бірақ мен оны мықты жасай алмаймын. Ештеңе етпейді. Бірақ jigsaw, яғни пазл құрастыруды хобби етіп ал. Ол да жақсы хобби дейді. Exercise 11, read the story and complete. Яғни, мәтінді оқимыз және сөйлемдерді толықтырамыз, Liam sent a text message to Jake, but he doesn't answer it. Liam gives him a ring and he can hear some strange noises. They decided to go to Jake's house. They find Jake practicing his new hobby, juggling. Exercise 12, thinking cap. Shoes, таңдау керекпіз. Hi, Nurjan, it's Janya. Never mind, hold on. I'm putting you on speakerphone. Яғни, never mind деген. Ештеңе етпейді, маңызды емес деген секілді. Ал hold on деген ұстай тұрыңыз, тоқтай тұрыңыз деген секілді. Бұл жерде hold on дұрыс нұсқасы. Ұстай тұр, мен динамикті қосып алайын дейді, Next exercise 14, listen and read, make a new dialogue with your friend дейді. Яғни оқимыз және де осы диалогқа ұқсастырып өзіміз досымызбен диалог жасауымыз қажет екен балалар. Диалогқа ұқсастырып мен өз нұсқамды қалдырдым. Осыған қарап отырып өздеріңізде жазсаңыздар болады. Диалог құрастырсаңыздар болады балалар. Exercise 15, listen, point and repeat. Jellyfish, jewelry, giant, gem. Exercise 16, the giant jellyfish is juggling with some jewelry and the gems. Балалар, осылай 16-шы жаттығуды толықтырып жазып аламыз. Балалар, сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше. Goodbye, children.